Өзге де тақырыптар жөнінде ұялы телефонның көмегімен сауда жасау заманауи техникалардың мүмкіндіктері шектеусіз ретінде көрінеді. Алайда көп жағдайда қарапайым қауіпсіздік шараларын ескермеген сатып алушылар интернет алаяқтарының құрбандарына айналып жатады. Толығырақ осы туралы тілші тарқатады. Интернет желілерін жасалатын алаяқтардың барлығы бір жүйе бойынша жасалады. Қылмыскерлер өз тауарларын қолжетімді бағаға, танымал әлеуметтік желілерде немесе жарнама сайттарындағы хабарландыру қалдыру арқылы сатады. Сатып алушылар оларға алдын ала төлемдерін аударғаннан кейін қылмыскерлер байланысқа шықпай отырған. Солтүстік Қазақстан облысының сақшылары контрафакт жедел алдын алу іс-шарасы барысында интернет алаяқтарының ашылуына мән беруде. Период с 22 по 23 мая текущего года. Ағымдағы жылдың мамыр айының 22 мен 20 аралығында солтүстік Қазақстан облысы аумағында контрафакт жедел алдын алу іс-шарасы өткізіледі. Өткізіліп жатқан іс-шараның басты мақсаты криминогенді жағдайды сауықтыру, жоғарғы технологиялар саласындағы жасалынатын қылмыстардың алдын алу мен ашуға, интернет алаяқтарын ашу мен авторлық құқықтарды сақтауға бағытталып отыр. Қылмыскерлер виртуалды сауда әлемін мұқият зерттейді. Көктем келісімен велосипедтердің сұранысы күрт өседі. Осылайша OLX сервисінде спорттық велосипед сатып алмақшы болған Петропавлдық Көкшетау қаласында тұратын ойдан шығарылған веб-дүкеннің уәкіліне 97 мың теңгесін аударып жіберген. Уәлиханов ауданында тұратын жас отбасы Instagram желісіндегі сатылып жатқан балалар киімінің жарнасын көрген. Астана қаласының тұрғыны өзінің Kiwi әмиянына 56 мың теңгені алып, кейін телефон тұтқасын алмай қойған. Осы сияқты мысалдар аз емес. Еще раз хотелось бы предупредить граждан. Кезекті рет азаматтарға интернет желісіндегі күдікті сатып алулардан аулақ болып, сатып алу кезінде алдын ала төлемдер мен бейтаныс адамдарға ақша аудармау керектігін естеріңізге саламыз. Банк карталарының пин-кодтары мен нөмірлерін, сондай-ақ ұялы телефонға келіп жатқан кодтарды ешкімге хабарламаңыздар. Қылмыс жасалған жағдайда тез арада жақын маңдағы полиция бөліміне немесе 102 телефон нөміріне хабарлау қажет. Көп жағдайда интернет алаяқтары мен олардың құрбандары әртүрлі қалалар мен облыстары тұрып жататындығы анықталады. Арадағы қашықтық полиция қызметкерлерінің жұмысын қиындатқанымен, бұл қылмыстарды ашуға кедергі келтірмейді. Контрафакт жедел алдын алу іс-шарасының 2 күні ішінде 9 интернет алаяқтық ашылған. Күдіктілерге қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Алаяқтық Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабы 2 бөлігіне сәйкес 4 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын қарастырады. Марлен Аманов, Ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.